Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Сіздер мен Гүлзада. Бүгін өте тез және оңай жасалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Үй жағдайында тез асыққан кезде дайындалатын салат. Ол үшін бізге балғын қияр, қызанақ, піскен жұмыртқа, 100 грамм шұжық қайнатылған және салат жапырағы қажет болады. Қиярды 4-ке бөліп, бір етіп, бейнедегідей көріп тұрғандарыңыздай турап аласыздар. Қызанақты да осылай тураймыз. Қажет емес жерін алып тастасаңыздар болады. Осылай ортасынан 2-ке бөле салыңыздар. Осы салатқа керекті барлық құрамды мен видеоның астына жазып қоятын боламын. Жұмыртқаны 4-ке бөле саламыз. Қатты майдағы маңыздар араласқан кезде езіліп кетуі мүмкін. Салат жапырағын қатты ұсақтамаңыздар. Салат жапырақтың орнына пекиндік 40 қабатты да қолдансаңыздар болады. Салатқа кішкене жүгері қосамыз. 3 ас қасық және 3 қасық майонез. Болмаса қаймақ қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз қостым. Араластырып дәмін көресіздер, татымына қарай. Жақсылап араластырып аламыз. Майонезін 1 келкі қылып. Осылай дайын болды. Жақсылап араластырып. Енді тарелкамызға демелеп саламыз. Өте тез дайындалады. Жасап көруге кеңес беремін. Қонақ күткен кезде де жасасаңыздар болады. Құрамы да қолжетімді. Салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.